Арыстан мен тышқан ертегісі. Бір күні орманда арыстан ұйықтап жатты. Ол үлкен әрі күшікті болғандықтан ешкім оған жақындауға батылы бармайтын. Бірақ кішкентай тышқан кездейсоқ арыстанның үстінен жүгіріп өтіп, оны оятып жіберіпті. Арыстан ызаланып, тышқанды үлкен табанмен басып қалады. «Мені оятқаны үшін сені жеймін», дейді арыстан гүрілдеп. Тышқан қорқып кетті. Бірақ батылдықпен сөйледі. «Кешіріңіз, мен сізді әдейі мазалаған жоқпын. Егер мені босатсаңыз, бір күні мен де сізге көмектесермін». Арыстан тышқанның сөздеріне күліп жібереді. «Сендей кішкентай тышқан маған қалай көмектесе алады?» деді ол. Бірақ оның жүрегі жібіп тышқанды босатты. Көп ұзамай арыстан аңшылардың құрған торына түсіп қалады. Ол қанша тырысса да торды үзе алмады. Сол кезде тышқан жүгіріп келіп, өткір тістерімен тордың жібін кеміре бастады. Бір кезде тор жыртылып, арыстан босап шықты. Арыстан таңданып, «Кішкентай болсаң да, маған үлкен көмек көрсеттің. Рахмет саған, досым», деді. Содан бері арыстан мен тышқан дос болып кетті.